Ассалаумағалейкум жігіттер. Осы сіздердің сұрауларыңыз бойынша 2000 жылғыдан жоғары Toyota 2000 жылғыдан жоғары Toyotаларға қалай самодиагностика жасаймыз, е? Например, сканер жоқ. Ауылды жерде тұратындар, мысалы, сол қалай самодиагностика жасаймыз. Бұның диагностика жасайтын разъемы, міне, вообще 2000 жылғыдан жоғары Toyotалардың барлығы рульдің астында болады. Так, рульдің астында міне ОБД дейді ғой. Міне қараңыздар, бір жақ шеті жалпақ, бір жақ шеті жіңішке болады. Соны қарасаңдар, жіңішке жақтың бірінші көрініп тұр ғой, екінші, үшінші, төртінші разъем. Жалпақ жақтың мына жақтан бастаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші разъем. Мына екеуін бір-біріне замкать етеміз. Не көрдіңіздер ма? Басқа жерінде өзі болмайды, белгілі өз. Жалпақ жақтан былай санағанда төртінші, жіңішке жақтан былай санағанда төртінші. Көрдіңіздер ғой, осы екеуін бірінен мынандай перемішке замкать етеміз. Мына жақтан кілт қайда? Мына жақтан қосамыз. Вот, көрдіңіздер ма? Егерде чек ешқандай маргайт етпей орында тұрса, машинада ешқандай ошибка жоқ. Болмаса, чек кейбіреулерінде чек тез-тез маргайт етіп тұрып алады. Ондай кезде ешқандай ошибка жоқ. Ал ошибка санауды мен алдыңғы салған видеомда қалай санау керек, тура солай болады кеде. Көрдіңіздер ма? Бұл машинада ешқандай ошибка жоқ. Қазір көресіздер. Мынаны суырдым. Вот алдырдым. Көрдіңіздер ме? Чек жанбайды. Себебі машинада барлық датчик істеп тұр двигательде. Сол үшін жігіттер, 2000 жылғыдан жоғары машиналарға осылай самодиагностика жасаймыз. Давай жігіттер, келесі қандай машинаға самодиагностика түсірем, комментарияға жазамыз. Қай машинаға көп комментария жазылады, сол машинаға қалай самодиагностика жасау керек екенін мен көрсететін боламын. Сау болыңыздар.